Екінші бөлім Values in Myths and Legends. Аңыз және ертегілердегі құндылықтар. Бірінші тапсырма. Look at the picture. Can you name the fairy tale? Do you enjoy reading fairy tales? What's your favorite fairy tale? 18-ші беттегі суретке қараймыз. Ертегінің атын атай аласыз ба? Сізге ертегілер оқыған ұнай ма? Сіздің ұнататын ертегіңіз қандай? The name of this fairy tale is Snow White and the Seven Dwarfs. I enjoy reading fairy tales. My favorite fairy tale is Алдар көсес Coat. Бұл ертегінің аты Қарша қыз және жеті құртақан. Маған ертегі оқыған ұнайды. Менің сүйікті ертегім Алдар көсенің шапаны. Екінші тапсырма. Choose. Таңдаңыз. I read fairy tales. A. To have a good time. B. To learn what is right and what is wrong. C. To visit a fantasy world. Мен ертегіні A нұсқасы уақытты көңілді өткізу үшін оқимын. Мен ертегіні B нұсқасы ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйрену үшін оқимын. Мен ертегіні C нұсқасы қиялды әлемге саяхат жасау үшін оқимын. Осы үш нұсқаның қайсы бірі сізге дұрыс келетінін таңдаңыз. Яғни, сіз ертегіні не мақсатта оқисыз? Үшінші тапсырма. Read and choose. Оқыңыз және таңдаңыз. Grandma, what a big mouth you've got. Әже, сенің аузың қандай үлкен? Grandma, what a big nose you've got. Әже, сенің мұрның қандай үлкен? Осы сөздер қай ертегіде беріледі? Бізге екі нұсқа берілген. Cinderella, Күлбикеш, Little Red Riding Hood, Қызыл телпек. Қай нұсқасы дұрыс деп ойлайсыз? Әрине, B нұсқасы Little Red Riding Hood, Қызыл телпек ертегісінде бұл сөздер айтылады. Төртінші тапсырма. Listen and number. Тыңдаңыз және тиісті сандарын қойып шығуымыз керек екен. 1. Oh, a shiny gold jacket and a shiny gold watch. I can have them all. 2. This chair is too big. This chair is big too. This chair is just right. 3. Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? 4. Please take my coat, my horse, and my gold too. Тыңдалымда әрбір ертегінен алынған сөйлемдер бар, соларды сәйкестіруіміз керек екен. C. Бірінші ертегі. B. Екінші. D. Үшінші. A. Төртінші. Бесінші тапсырма. Talk with your friends. Досыңызбен әңгімелесіңіз. Бұл тапсырмада ертегілерге қатысты диалог құрастырып, соны досыңызбен айтып шығуыңыз керек екен. Мысал ретінде берілген диалогқа қараймыз. Would you like to read Алдар көсес Coat? Yes, I would love to. Would you like to read Snow White and the Seven Dwarfs? No, not really. Let's read Cinderella. Алдар көсенің шапаны ертегісін оқығың келе ма? Я, оқығым келеді. Қарша қыз және жеті құртақан ертегісін оқығың келе ма? Жоқ, кел одан да
күлбикешті оқиық. Бірінші тапсырма. Are they good characters or bad characters? Look and write. Төменде берілген кейіпкерлер жақсы ма, жаман ба? Қараңыз және жазыңыз. Cinderella. Күлбикеш. Бұл жақсы кейіпкер, сондықтан good character деп жазылған. Prince. Ханзада. Good character. Stepmother. Өгей ана. Bad character. Little Red Riding Hood. Қызыл телпек. Good character. The Wolf. Қасқыр. Bad character. The Woodcutter. Ағаш кесуші. Good character. Which story takes place in a castle? Қай оқиға сарайда орын алады? Cinderella. Күлбикеш. Which story takes place in a forest? Қай оқиға орманда орын алады? Little Red Riding Hood. Қызыл телпек. Екінші тапсырма. Choose. Таңдаңыз. Fairy tales make me feel happy. Ертегілер мені бақытты етеді. Fairy tales make me feel sad. Ертегілер мені мұңайтады. Fairy tales make me feel scared. Ертегілер мені қорқытады. Fairy tales make me feel bored. Ертегілер іш пыстырады. Осы нұсқаның қайбірі сізге дұрыс келеді? Яғни ертегі оқығанда сізге қандай сезім ұялайды? Соны белгілейміз.